Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге бүгін ұн қуырдақ деп аталатын тамақ дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге керек заттар: пияз, сәбіз, ет және ұн. Ең алдымен қызып тұрған майда пиязымыз бен сәбізімізді қуырып аламыз. Жақсылап араластырып, оның үстіне туралған етімізді саламыз. Бір ас қасық тұз салып, жақсылап араластырамыз. Етімізге бір стақан су құйып, баяу отта қуырамыз. Етіміз қуырылғанша біз қамырын дайындап аламыз. Қамырымызды жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Осы дайын болған қамырымызды бірнеше бөліктерге бөлеміз. Әрбір қамырымызды осылай алдын ала қызып тұрған табада екі жағын кептіріп аламыз кезек-кезек. Дәл осылай барлық қамырларымызды кептіріп шығамыз. Кептірілген қамырларымызды рулет қылып орап, осылай видеода көрсетілгендей лапша кесетін боламыз. Мен қамырын дайындағанша етім де пісіп қалды. Жақсылап араластырып, газдың астын қосып, жаңағы дайын қамырларымды саламын. Егер де етіміздің суы аздау болса, үстіне кішкене су қосуға болады. Осылай бетіне бір кесе сұйық май құйып, қақпағын жауып 5 минутқа бұқтырып аламыз. Мінекей менің ұн қуырдағым дайын болды. Дастарханға ыстықтай ұсынамыз. Мінекей осындай өте ерекше әрі дәмді тамағымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер.